Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге трайфл милка десертін жасап көрсетемін. Бұл десерттің өте нәзіктігі, дәмділігі сондай, бір жегеннен ғашық боласыздар. Бұған бізге керегі бисквит, бірақ та сіздер арнайы мынандай бисквит деген емес, өздеріңіз білесіздер, классический бисквит, красный бархаттікі, болмаса мен сияқты шоколадный бисквитпен жасауларыңызға болады. Шоколадный бисквиттің ссылкасын мен астына салып қоямын. Одан кейін ыдыстар керек. Мына қағаздан жасалған ыдысты мен арнайы Аздекордан сатып алдым. Және ол жерде стаканчиктерді сатады. Мен стаканчиктер алмағаннан кейін үйдегі өзімізге жасайтын болғасын үйдегі стаканчикпен жасадым. Сливки және қанттың ұнтағы. Сливки мен қанттың ұнтағын миксерлейміз. Олар қатты қоюлатпаймыз. Езілген мороженый сияқты болып шығады. Міне, одан кейін ыдысқа бисквитті саламыз. Мына қағаз ыдысқа ортасына дейін саламыз да қатты басамыз. Ал стаканға ортасына шейін жеткізбей саламыз. 3-тен 1-ін ғана саламыз. Себебі оған шоколад 2 қатар кетеді. Міне осылай етіп жөндейміз. Жөндеп болғаннан кейін бетіне ягода салуға болады. Кремнің де ішіне әртүрлі ягодный крем жасауларыңызға болады. Малиновый, клубничный деген сияқты етіп. Осындай етіп ягодны бетіне саламыз. Одан кейін қасықпен және жөндейміз. Бір қалыпты болу керек. Тегіс болу керек беті. Себебі шоколад құйғанда біліне қалады. Одан кейін бұны холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді міне екінші рет салдым. Үстінен жаңағыда ягода жібердім де, одан кейін шоколадты салдым екінші рет. Енді үстінен қайтадан крем жібереміз. Егер де кремнің бетіне шоколадный глазур құятын болсаңдар, бұны да холодильникке саламыз. Мен шоколадный глазур құйған жоғым. Бірден әрледім, ягодамен әрледім, малинамен және мятаның жапырақтарымен. Өте әдемі болады, мятаның жапырақтарымен әрлесеңіздер жақсы түс береді. Одан кейін альпенгольдты осындай теркадан өткізіп, шоколадный крошка септім. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, қолдағы бар заттарыңызға қарай әрлей берулеріңізге болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі біздің десертіміз дайын. Міне көріп тұрсыздар, арасында ягодасы бар. Мен біреуіне ғана салдым, себебі менің қызым жемейді. Сондықтан біреуіне салып көрсетіп жатырмын. Уақыт өткеннен шоколадный глазур. Мен осы жолы сіздерге қызық айтайын. Қаймақпен жасадым шоколадный глазурды. Өте дәмді шығады. Мен сіздерге сливкімен де, қаймақпен де екеуінің де рецептісін жазам. Егер де сливкі болмай қалып жатырса, қаймақ тек свежий болу керек. Ащы, қышқылтым болмау керек. Міне үстіне құямыз. Құйғаннан кейін осылай жан-жағына жіберіп қана глазурды осылай қисайтып тегістейміз. Қасықпен тегістеуге болмайды. Осылай тегістейміз. Егер де жаңа холодильникке салмасақ, бетінен сливкамыз көрініп қалушы еді, араласып кетуші еді шоколадқа. Міне одан кейін мен орео печеньесімен әрледім және сникерс әр жерінен және орехтың, жержаңғақтың дробленый жержаңғақ салдым және ортасына клубника жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлей бересіздер. Міне осындай. Біреуге сыйлық апаруға да болады. Ортасынан лентамен жаңа көргендеріңіздер байласаңыздар, әдемі сыйлық барғанда дайын. Біреудің үйіне барғанда біз шоколадсыз бармайтынымыз белгілі. Сондай кезде жасап апарсаңыздар да болады. Міне біздің милка десертіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасаудың еш қиындығы жоқ. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғаным өткен.